армысыздан менің тыңдадым. Арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, олайса сіз қайта келдіңіздер. Арнама тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Көп рахмет. Нұрсезім тағы да тұрмысқа шықпақшы. Өзі жалғыздықтан жалқау қылжа. Бақтығалиді қатты ұнатты. Оның қамқорлығы, ерге тән бір сөзділігі ұнаған еді. Алдыңғы сәтсіз болған қос некесінен кейін енді тұрмысқа шықпаспын ау деп, жеке өмірін жылы жаққан, оның шешімі осылайша өзгеріп сала берді. Өмір адамның өз ойлағандай бола берсе ғой. Бірақ Нұрсезімнің өмірі әуелі әдемі өрілмеді. Бұрын 2 рет кеуде болған оған 3-ші мәрте жар таңдау әрине оңайға соқпады. Елдің бөгу әңгімесінен қоса өзінің де қорқынышты іштей жеп барды. Сырттан қараған жан үшін көзге шыққан сүйелдей болып көрінгенмен, Нұрсезімнің де өз шындығы бар еді. Бірінші курста жүрген жерінен өзін сырттай ұнатқан Еркебұлан оны алып қашты. Жас, ештеңеден хабары жоқ Нұрсезім қазақылыққа салынып, үлкендердің сөзін аттап кете алмады. Амалсыз не бары 17 жасында келін атанды. Қазір ойлап қараса сәл ересектеу кезі болса қолды бір сілтеп кетіп-ақ қалар еді. Бірақ түскен жері оның оқуына қарсы болу. Ұлдарымен ертіп қалаға жіберді. Олар бәлкім жібермес пе еді, кім білсін. Ата-анасының алдынан өткенде Нұрсезімнің әкесі құдаларының қыздарын оқуға жіберу керектігін, олай болмаса ештеңеге қарамай айырып алатынын қадап айтқанды. Оның үстіне жап-жас оқуға кеткен қыздарының аңшаулық салып, аяғасты келін болып шыға келгенін көпке шейін кешіре де түсіне де алмады. Оңашада еріне қызының не ой бар екенін де білмейді. Қандай ана? Ана жігітті танымайтын да сияқты. Әкесі қайда? Маған да ондай жігіт барын айтпады. Алып қашып көндірді ме деп қорқам. Босқа баламызды бақытсыз етеме деп. Қой енді, өзім алдым, өзім қалдым деді. Демек бұрыннан танитын болсын. Қайда, барған жері аса ұнамады. Осыдан қызыма жамандық жасаса ештеңеге қарамаймын. Әкенің әуел бастан ұнатпауы бекер емес. Еркебұлан ішкекке жақын болып. Нұрсезім басында қонақтарда ғана ішетінін көрдетін. Кейін үдей берген сонша үйге қонбай, жағалап жүруді әдетке айналды. Еркебұлан, қойсамшы, не үшін? Тіпті тазалқыш болып барасың деп. Жаным, қоям, рас сөзім. Нешінші рет берген уәдең бұл? Рас айтам, сен маған. Енді аузыма татып алмайды. Еркебұлан әр ішіп, үйде ауырып жатып тұрғаннан соң уәдені үйіп білді. Тіпті соңғы ақшасына келіншегіне сыйлыға келеді. Бірақ ұзаққа бармай қайтадан дос сымақтарымен ішті. Бұл жағдай жалғаса берді, әйтеуір Нұрсезім деген шығар жаны бөлек. Айтқанын бұлжытпай орындап сау кезінде төбесіне көтереді. Мас кезінде Нұрсезімге жамандығы жоқ. Етіп жүріп олар оқуларын біледі. Bir қалада іргеде отырған соң оларға Нұрсезімнің әкесінің көмегі көптен тиді. Қызына ақша беріп студентсіңдер ғой, деп тамақтарына дейін әкелді. Ондағысы көзінің ағы мен қарасындай болған 2 қызының бірі кенжетайын ештеңеден кем болмаса деп ойлап жүреді. Нұрсезімнен үлкені Айсезімге алаңыз жоқ. Өйткені тұрмыстары да түзу, балалары да бар. Еш ұтпаса. Үміт қолымызда әзір тұрады деп жүрген Нұрсезімнің өмірінің қалайша өрбілгенін іште қаламаса да амалы жоқ еді. Әйтеуір бір жұбанатыны Еркебұланның адамгершілігі бар, жақсы жігіт екені еді. Бірақ күйеу балаларының ащы суға жақындығын ол соңғы кезде анық сезіп жүр. Қызым, күйеу баланы жаман демеймін, ақ көңіл, ашық, жұмсақ адам. Рас, көзім оған жетті. Сені де жақсы көреді. Бірақ менің шешілікке тым жақын секілді. Жоқ әке, анда-санда ғана бұлайша көн. Қызым, мен келгелі 4 сағат болды, ал қайда жүрсің? Қызының қолындағы шүберекті шиыршықтап тұрып қалғанына қарап, қызы әлі жас. Оның үстіне кішкентайлары да жоқ, ажырассаң қайтеді. Сосын ол мүлдем ішіп кетеді ғой. Үлкен ересек адам өз өміріне өзі жауапты. Сен ең алдымен өзіңді ойла.
Өмірің өтіп барады деді. Әке, қашанғы пәтер жалдайсың? Ең болмаса жөнді жұмысқа да тұрмайды. Үй алып, үй болуды ойлайтын жасқа жетті емес пе? Сен өзің ғана ақша тауып жүрсің, бұларың жарамайды. Әке, ерке бұлар ауылға кеткіз келеді. Сосын, одан сайын алқасқа салыну үшін. Жоқ, қайта әкесі мен анасының жанында ішпейме деп ойлаймын. Әй, қызым-ай, ақыл қызым-ау. Ертең сені апарып, шаруға салып, отырғызып қояды да. Өзі ләйліп ішіп жүрмесіне кім кеп? Қайдан? Ақыры олар азды көпті заттарды жинап Еркебұланның ауылына көшті. Алғашында бәрі жақсы болғанымен, кейін тап әкесі айтқандай жағдайға келе бастады. Бір-екі рет ішіп келген Еркебұлан еті үйрене келе қаладағы әдетіне басты. Әкесі мен анасы ұрып та айтты. Тыңда құлақ болмады. Сауылғанында одан жақсы адамсың. Қора қопсыны жина, малға дейін қарап шаруаны үйретпей кетеді. Бірақ шыдай алмай қайттан ішіп қояды. Нұрсезімге жалынып қоямын деп уәде еткенімен, сол баяғы құрғақ уәде құрғақ күйінде қала берді. Уақыт өтіп, Нұрсезім ауылдағы жалғыз жұмыс орнына мектепке тұрды. Сағат 6 сабақ беріп үйреніп келеді. Әйтеуір жұмысымен алданып жүреді, үйінде қайын-інісі мен қайын-сіңлісі бар. Қайын-інісі жұмысында, қайын-сіңлісі мектепте оқиды. Жанына жалау болып ас үйге кірсе, жанында көмекші болып жүретін қайын-сіңлісі Тұмарды Нұрсезім қатты жақсы көрді. 11 класста оқитын ол жеңгесінің әрі көмекшісінің, әрі құрбысындай еді. Не жасаса да екеуі бірге жүреді. Еркебұлан оларға сырттай қарап, Тұмар, менің қарындасымнан гөрі сенің сіңлің секілді дейді. Иә, Тұмар өте жақсы. Өмір жолы жақсы болса екен, биыл оқу бітіреді деді. Иә, қыздың өмір жолы ауыр, оның рас. Жаным, мен саған қиянат жасағанда көрінем. Өзім ұнатқан соң сенің сүймейтініне қарамай алып қашты. Кейінде шекеңнің шалқы, жүрген шылмақ. Сенің әкеңнің көмегімен өкірімдеп оқып шықтым. Енді түк болмағандай ауылға алып келдім. Ішетінім бар. Сені бақытсыз қылдым. Кешірсің. Еркебұлан, олай деме. Болар іс болды, басымызға жазылған тағдыр осы шығар. Өзіңді кінәлама. Мен саған үйрендім, жұмсыз. Арағыңды қой. Басқа маған ештеңе керек емес. Жаным, кешір. Қойшы бол, мен бақытсыз емес. Оны қайдан шығарды. Расында Нұрсезім басында өте қатты қиналған еді. Тіпті түн баласы күйеуінің жанына жоламай, біраз әбігерге түскен еді. Еркебұланда шыдамдылық танытты, оның үстіне қыздың өзін ұнатпайтынын білгесінде әйтеуір оны ренжітпеуге тырысады. Өзіне тең көрмейтіні тағы да бар. Нұрсезім ақыры уақыт өте келе үйреніп кетті. Көніп кетті. Баламыз болса деп қанша тілегенмен болмады. Оны айтып есіне салатында күйеу жоқ. Еркебұлан, жұрттың күйеулері бала тусайшы деп қолқалайды. Сен неге сұрамайсың? Бала қаламайсың ба еді? Жұрттың күйеуін қайдан білесің? Сен де бір ғана мемін емес пе? Ол қалжырайтын. Мен әзілдеп тұрғаным жоқ. Мен де болашақта. Оған неге аласың? Мен қаламайды ғой дейсің бе? Мен де қалайын. Құдай бермесе қайтеміз? Әл сайын мазалап айта берсем саған күшті боламын. Сатырды. Ол орнынан тұрып келіншегінің жанына келді. Оның маңдайынан сүйіп, өзіне тарта құшақтап. Бала да басқа да болады. Саспа. Осылай Нұрсезімнің өмірі ауыл тірлігінің арасында өте берді. Еркебұлан үйдегі шаруаны қолына алып, өзінше жоспар құрып, мал басын көбейтпекке кірісті. Бірдеңеге алаң болса арақты аузына алмайтын әдеті. Оң өзгеріске бәрі қуанып жүр емес. Нұрсезім, күйеуің түзеліп келеді дейді. Иә, байқадым. Енді түгел қойып кетсе жақсы болар еді. Сөйтіп жүргенде Еркебұлан жаңа жыл кеше күні қайта ішіп кетті. Оның соңы достарының сөзіне еріп, сол отырмаққа отыр. Мен екінші әйел алмақшымын, бірақ Нұрсезімнен айырылмаймын. Тоқалым бала туса, соны Нұрсезімнің бауырына саламын деп қойып қалды. Өмірі бұлай қорланбаған Нұрсезімнің көзінен жасы.
Отырысы отырып болмады. Орнынан атып тұрып түрегелген ол сыртқа қарай ата жөнелді. Сырт киімін кие сала далаға жүгірген оның соңынан құрдас келіншек Айдана ере шықты. Нұрсезім, тоқтас. Ең болмаса күртеңнің алдын жап шықпаясыз ғой деді. Мен шашым. Адам бола ма десем, керек етті. Ішпей жүреді, шыдай алмады. Бұл адам болмайды. Қойш ер адам, оның үстіне ішіп отыр. Оның сөздеріне ренжімей қайтеді. Қалай ренжімей? Қалай ренжімейсің? Азық бар. Айтып отырған сөзін қара. Мен кетем. Жаңа жыл болғасын ішкен шығар етіп, жашуыңды білем. Сол, шын айтып отыр дейміз. Ішкен адам не демейді, қайтеді. Айдана. Мен 17 жасында күйеуге шықтым. Құрбыларым рахаттанып, өз үйлерінде еркелеп жүргенде. Мен күйеуім бүгін сол келім екен. Әлде ішіп келім екен. Деп терезеге алаңдап қарап жүрумен болдым. Ештеңе көрген жоқ. Басқасын айтпағанда жас болып киноға да бармын. Отырмақтарға да анау ішіп қоймасын деп бармайын. Туып жатқан балам жоқ. Қаралып көрмедім бе? Көрдім, менде бәрі жақсы. Ерте бұланға қарал деп едім, бармайды. Ай, жаныма, не дейін? Сен қысыңа, отырғандардың бәрі ішкен соң сандырақтап отырғанын білмейді ғой дейсің де. Айдана, мен кеткім келеді. Тұрғым келмейді. Әкем баяғыда ол өзгермейді дегенде тыңдамап едім. Кетер болады. Ол үйіне жетті, Айдана қоштасып кері кетті. Ол үйге кірмей біраз өтті. Тоңып барады. Бір кезде үйдің сыртқы есігі ашылып аулаға жарық. Тысқа шыққан енесі екен. Қызы, қараңғыда не қылып отырсың? Нұрсезім болған жайда енесіне жай салды. Сымағай. Анау дос-сымақтары бірдеңе деген шығар. Ішкесін аузына келгенін аталып отырғаны да. Оны қайтесің, үрейген. Ауырып қалады, деді. Ертесі ерте болады, кеше неге ерте кетіп қалдың жаным? Өтірік есіңнен табыла. Ештеңе есімде жоқ. Онда алқыштарды емдейтін жерге жатсаңшы. Мен алқыш емес. Алқыш. Алқыш болмасаң не айтқаныңды білуің керек. Алып кел, тоқалың. Бала туғыз. Мен бауырыма салайын. Тезірек. Көктемге дейін әкел. Жетпесе бала туылу үшін де 9 ай кетедіміз. Не тоқа? Қайдағы бала? Ол расымен келіншегіне таңғала қарады. Саған сөзім шығып, мен сенен шашындым. Ажырасып кетті. Ол не дегені? Бала болмаса болмасын, бірақ менен кел. Ойыңа далма. Қажет болса бала асыра боламыз. Жоқ, менің денсаулығым жақсы. Шағымым жоқ. Мен өзімнің туған балам болғанын қалаймын. Сұрағым келмейді. Олай болса сабырсақ болacak. Сен шесің. Қаралмай. Менше бала болмау себебі сенен. Ешқашан күйеуіне жанына тиетін сөз айтпаған Нұрсезім, оның күндегі әрекетінен кейін әдейі солай деді. Қатты болып барасың. Ауыр ма? Сөз сүйектен өтеді. Кешегі сөздерінде менің сүйегімнен өтті. Кейде адамды сөзбен қатыгез қылады. Ол бөлмеден шығып кетті, осы күннен бастап ерте бұлан қырақ аузына алмады. Шаруасымен айналсын. Мол табылса керекші. 8 наурыз мерекеге қарсы анасы мен қарындасына және Нұрсезімге сыйлық жасады. Жаным, мерекеңе. Ол алтын жүзікті беріп жатыр. Мені әрқашан осы жүзік естелік болсын. Естелігіне қатырасын көп рахмет. Сені қуанғым келеді. Сен дұрыс жүрсе, соның өзі маған қуаныш. Бәрі де жақсы болады. Сосын қалаға барғанда түгел тексерді. Жақсы. Нұрсезім қуанып кетті. Орнынан ұшып түрегелді. Аса қорқынышты нәрсе жоқ екен. Аздаған дәрілер берді, сатып әкелді. Уақытылы ішіп тұрайық, ұмыт тұрмай, рет-ретімен өзін қадағалап беріп жүрді. Әрине жан. Ол алғаш рет күйеуіне жаным деді. Мені жаным дедім бе? Ол келіншегін құшақтай алды. Көресің әлі бұйырса ұлды да боламыз, қызды да боламыз. Әрине.
Нұрсезім тап қазір жүктілігін білгендей қуанды. Келін мен баладағы өзгерісті үйіндегілер де аңғармай қоймады айдан. Нұрсезім соңғы кезде көңілдісің деді. Иә, бәрі жақсы. Арамызда жақсы, қазір ішіп жүрген жоқ. Сен үшін қуансың. Негізі Еркебұлан жаман жігіт емес қой. Біздің үйдегі үнемі мақтап отырады. Арада 3 ай өткенде Нұрсезім өзінің жүкті екенін білді. Төбесі көкке жете қуанған олар ай санап, күн санап 9 айды әрең дегенде өткізді. Айы күні жетіп, бол балпанақтай ұлды дүниеге келді. Атасы Еркебұлан, баланың әкесі өзің. Есімді де өзі қою керек. Тұңғыш немереңіз ғой, өздеріңіз шұғық болмайды. Дінімізде де балаға есім беру әкенің міндеті. Дұрыс есімді келін екеуің ақылдасып таңданды. Бізден рұқсат. Онда есімі Тәуке болсын. Ел басқарар хан болсын. Осылайша олар Тәукенің қызығын қызықта, бәрі жабыла бақты. Сенді болғалы Нұрсезімнің әкесі мен шешесі де жиі келетін шығарды. Атасы мен енесі тіпті баланы қарасамыз деп қонақтықтарға кезектесіп барды. Кішкене дыбысы қылқ етсе, бәрі шетіп келеді. Әйтеуір көптен күткен қуаныштары болған соң Тәукенің бар қалауын жасайды. Араға жыл салып, ол бір жасқа толғасында олар ұлан асып той жасады. Тойға алыс жақын тумалар жиналды. Тойда керемет өтті. Той соңы қонақтар тарқап жатқанда әкесі Еркебұлан, ана Күләйша апаңды ауылыңа өзің апарып сал деп жұмсады. Сол кеткеннен Еркебұлан үйге оралмады. Жолда жол апаты болып, бақилық болды. Артында аңырап әке мен ана, ұл мен келіншек қала берді. Есеңгіреп ойда жоқта ұлдарынан айырылған әке мен ана естерінен салды. Біразға дейін өз-өздеріне келе алмады. Нұрсезімнің де жағдайы мәз емес. Ұлын құшақтап жылаумен болады. Шаруада басқада жайына қалды. Үйлері қайғы шамыл. Ренсіз күндерді бастарынан келді. Көңілсіздік жаулаған үйлерін көпке дейін еңсесін тіктей алмады. Өлмектің артынан өлмек жоқ. Ақырында бар шаруаны Еркебұланның іле салып, алға қарай жүре бастады. Еркебұланның жылы өткелі бәрі арада тағы да бір жыл өтті. Бір күні Нұрсезімнің әкесі ескертусіз келді. Оның келгенінен құдағидың қабағы. Құдаға, арнайы келдім. Күйеу баламыздың кеткеніне де 2 жылдан өтті. Алланың ісіне не шара? Қолымыздан ештеңе келмейді. Бірақ өмір жалғасып жатыр. Нұрсезім енді бұл жақтан естиді. Өмір бойы жалғыз осы ауылда жүрмейтіні анық қой. Өздеріңіздің рұқсаттарыңызбен мен қызымды жаныма алсам, өзім қамқор болсам деп. Өздеріңізден күтіп еді. Онымен сіздер ештеңе демегесін өзім ұсыныс жасап отырмын. Айып етпейсіздер. Баталарыңыз бен рұқсаттарыңызды берсеңіздер. Еркебұланның әкесі үндемегенмен анасы Тәукені қимайды. Бізге қалдырып кетсе деген тілегіміз бар. Күйеуі әйеліне, оның не дегендей шауып келді. Құдаға бүгінсіз жерге пышақ ұрып отырса, анасы тірі тұрғанда адам баланы айырамыз. Анасы балаға ауадай қажет емес. Онсыз да әкеден бұғанасы қатпай жатып айырылған баланы қалай анасынан тіріде айырамыз. Баланы қызым тастамайды, ренжімейді. Ұлымыздың көзі ғой, Нұрсезім жас, әлі балалы бола жатады деген оймеді. Тірі жүрсе немерелеріңіз аман сау ержетіп, Еркебұланның тұяғы болып өседі. Сырттай тілекші болып отырсаңыз да көріністе тұрар. Негізі, бұл тумалар ақылдасып, не айта алмай отырсың. Қазақтың салтымен әмеңгері не деп отыр? Қызымның көрмегені сол еді енді. Баяғыда келісімсіз дымсыз алып қашып келіп үйренді. Оған көз. Енді тағы да істемеген адамына әмеңгерлікпен қосып, сіздерге не менің қызымның өмірі ойыншыққа. Әмеңгерлікті өздеріңізге қолданайсыз. Қызым, Нұрсезім, жинал, жолға шықты. Ақыры Нұрсезім ұлын алып әкесіне еріп қалаға келді. Қоштасу оңай болмады, бірақ алдағы өмірін ойлауы қажет болды. Қалаға келісімен әкесі оны мектепке жұмысқа тұрды. Ондағысы тездетіп өзіне келсін деген еді. Ұлды өздері қарасты арасында атасы мен енесі үйлеріне келіп, Тәукені көрді.
Keyin басқа немерелер болғаннан кейін келулер тез сиреді. Нұрсезімде олармен етене араласпады. Әйтеуір жылдар жылжып, арада өте берді. Нұрсезімнің мектеппен үйдің ғана арасын жолығып жүргеніне де биыл 3-ші жыл. Тәукенің де мектепке барар уақыты келді. Ол ұлын өзі жұмыс жасайтын мектепке берді. Өзімен бірге барып келеді. Әкесі Тәуке мектепке баратын болған соң көлік алып берді. Олды томдырасың, көлік мінгенің үшін деді. Рахмет, әкесі. Тәукенің арқасында енді көлікпен жүретін болды деді. Бір күн әдеттегідей ұлын алып кетіп бара жатқан Тәуке, анашым, Сәурені жалғыз тастамайықшы. Оны күнде әкесі өте кеш алып кетеді. Өзі қалып қояды. Жанында бола тұрайсыз деді. Ол өзі құрал-пылас тобындағы кішкентай сүйкімді қызды көрсетті. Жақсы, шыр. Олар Зәуренің жанына келді, кім алып кетеді? Әкем, мүмкін ана. Қайсысы келетіні білмеймін. Олар жарты сағаттай тұрды, сүріне қабына бір жігіт жүгіре жетті. Сәлеметсіз, қалдыңыздар ма баяғы кептен? Оның үстіне анасы тақағанда барып айтты. Ештеңе етпейді, жеткізіп салады. Жоқ, рахмет, көлікпен жүріңіз. Жақсы, сау болыңыз. Осыдан кейін Зәуренің әкесін Нұрсезім жиі көретін болды. Аса мән бермегенмен көрген жерде әлгі жігіт шік шапар болып амандасып, жүздесіп қалуға тырысады. Апа, сізді болам. Иә. Үйіңізге апарайын десем көлігіңізді. Кешкі асқа шақырсам қалай қарайсыз? Біріншіден, таныс емес. Есімін де білмейтін жанды қалай асқа шақырасыз? Екіншіден, сіз отбасылы адамсыз. Сондықтан бұныңыз ұят. Сау болыңыз. Тоқтаңыз. Нұрсезім кетіп қалды. Ертесі тағы да келген әлгі жігіт. Танысып қоялық. Есімім 9-шы мамырда дүниеге келіп. Сізден 4 жас үлкенмін деп ойлаймын. Отбасым жоқ. Тездетіп айтып тастамасам тағы да кетіп қаласыз деді. Қалай отбасыңыз жоқ? Сәуреші. Есіміңізді білгім келеді. Нұрсезім. Керемет есім. Ол дереу сөзді бұрып әкетті. Ол жиі көрісіп тұрды, бірақ Нұрсезім онымен кешкі асқа бармады. Ол оны әлеуметтік желіден іздеп тауып жаза бастады. Суреттерін қарап шықты, отбасы расымен жоққа ұқсайды. Бірақ Зәуре әкем демес дейді. Маңданып та қояды. Шыныңызды айтыңызшы, отбасыңыз жайлы ашып айтпадыңыз. Кешке бірге ақши сол жерге түгел өмір тарихыңды баяндап беруге сөз береді. Түгел тарихыңыз қажет емес, жай келісіңіз. Жақсы, келіс. Ол кешке айтқан уақытында келіп Нұрсезімді үйінен алып келді. Олар тыныштау жерге келіп отырды. Нұрсезім, мен бұрын отбасым болған адам. Сәуре менің қызым. Бірақ анасымен бөлек кеткелі біраз болды. Не үшін ажырастыңыз? Араласқандай болмайды, шалпы. Тұра алмадық. Ұрыс-керіс жиі болатын, ақыры ажырасумен қосылудан шаршап түгеліп кетті. Арада бала болған соң сақтауға келмеді ме? Сол, сақтауға келмеді. Зәуре қазір қайда тұрады? Анасына. Бірақ сабақтан мен алам. Кейде біздің үйде жүреді. Түсінікті. Ал сіз неге ажырастыңыз? Айып болмаса. Еш айыбы жоқ. Тәукенің әкесінің дүниеден өткеніне 5 жылда түсінікті. Сүйіппедіңіз. Ол қазір маңызды ма? Жай. Осы кештен кейін олар жиі араласа бастады. Аз уақытта бір-бірін ұнатып, араларында сезім оты лап етті. Бірін-бірі көрмесе тұра алмайтын бой жеткенмен, бос баладай болған олар үйленуге де шешім шығарып үлгерді. Оны естіген Нұрсезімнің әкесі, қызы, Аспа, тұрады. Ата-анасымен бірге тұрады екен. Тәукенің жайы не болады? Ертеңгі күні шектетіп жүрмейді. Әкесі өмірде қызымыз бір шын ұнатып, сүйіп қалған екен. Әуелі танысып көрейік. Қайдан бұрын ажырасқанына қарағанда бірдеңе болып. Ақымақ біреу болмаса араларында бала тұрғанда кінәсі жоқ. Керемет кеуден тым айырылады. Асықпай, сертеп алғаның шөдеді. Нұрсезімнің әкесі мен анасына Жеңісбек бірден ұнады. Әкесі де Жеңісбекпен оңаша сөйлесіп көрді. Тәукеге әр келген сайын сыйсыз келмейтін ол, ұлдың да көңілін аулап үлгерді. Арада 6 ай шамасы өткенде олар үйленді. Енді Нұрсезімнің жаңа өмірі Жеңісбектің үйінде жалғасты.
Атасы мен енесі үлкендеу кісілер екен. Шеңісбек ортаншы бала. Өзінен үлкені де кішісі де үйленіп, өз алдарына үй болған. Нұрсезім алғашқы әзірге ұлды бізге тастап кетеді деген әкесінің сөзіне келіспеді. Тәукені өзімен бірге әкелді. Ондағысы жаңа үйге үйрене берсін деген ой еді. Әрі үйіндегілерде бұның ұлы бар екенін білген соң басынан қабылдағанын қалады. Тәукеге ішкені алдында, ішпегені алдында болған күндері көзінен бұл ұшты. Нұрсезімнің енесі өте қытымыр кемпір болып шықты. Артық ауыз ас үйге кірсеңде жақтырмайды. Өзінен келіп дастарханның бетін сүртіп кететін жан еді. Оны басынан аңғарған Нұрсезім қатты ойға қалды. Танысқан кезінде жақсы жайлы шам болып көрінген енесі көз алдына да өзгеріп бар. Әйтеуір ұлын жанынан қалдырмай мектепке өзі апарып, бірге түскені, өзімен бірге алып кетіп жүргенін көрген енесі, қызым, ұлды неге бізбен қалдырмайсың деді. Өзім сол мектептемін, жанымда болғаны өзіме жақсы. Бұл жауап оған ұнамаған болуы керек. Оңашада ұлына: келін баласын бізден бөлек демей бірдеңе. Айттым саған, бет ашылмаған қыз ал деп. Баласы да кісі киіп бірдеңе, адамға жоламайсың. Апа, неңіз бар? Кішкентай балады. Үйренсін, оңай дейсің. Үйреніп не? Біз жейміз бе баласын? Көр деді. Ертең осы баласы басыңа бейнет болмас. Қойыңыз. Үйдегі жаймен Тәукенің жағдайын көріп Нұрсезім әзір бала көтермеске бекеді. Арада жыл өтті, уақыт өте сезім басылып, түйбің тігістің қамытын басқа киген соң, қай-қайсының да шын мінездері көріне бастады. Алғашында келінге: қарағым, бәріміз бір үйде тұрамыз, бір қазан деген болады. Айлығыңды алса маған беріп отырғаныңды, жан-жақтан ақша жұмсағанның берекесі болмайды. Нұрсезім іштей жақтырмаса да үндемеді. Шар етісін не келгісі де келмеді. Кемсеу Шеңісбек. Апам айлығыңды маған бер деп отыр. Бұл қалай болған? Онда тұрған не бар? Ертеңде бауыржан жазып отырған қағазын тастай сал. Рас айтып отырсың ба? Мен тіпті сенің ақшаңды алғанын ерсі көріп жүрсем, бұл ара қызық екен. Несі қызық? Керек болса алып тұрасың. Жоқ, мен бере алмайым. Таңнан кешке дейін жұмыста жүреді екем, ал табысымды өзгенің алақанына салып береді екен. Өзгенің емес, менің анам. Тым қазақсың да, мына заманда не масқара. Анам үлкен адам, өзі бәрін билеп төстегісі келеді. Атамыздың ақшасы бар, жарамаймыз. Азық-түлік әкеліп жатырмын, бізге бірге тұрғанмен бөлек отбасы саналамыз. Не десең өтін, мен балама ең ақыры іш киім сатып алу үшін де өз тапқан ақшамды өзім сұрап алып, жұмсай алмайды екенмін. Ренжіме. Шеңісбек үнсіз қалды, бірақ адуын ене үнсіз қалмады. Бір жұмыстан келгенінде: осы үйде келіншек болса да, өшіңдеп ас үйден шықпаймын деп айқайлаған. Сағат әлі ерте ғой, кешкі асқа дейін уақыт бар. Қазір-ақ дайын болады деді. Қолымыз ұзарды ма деп еді. Қарды қолымыз, қарды. Не болып қалды? Не болды? Келін емес, ене алды. Ене. Нұрсезім демін ішіне алып, өзін сабырға шақырып үнсіз тұрды. Не тұр? Еттерді тұрсаңшы. Кешкі ас көңілсіз ішті, үйдегі ауа райының онша емес екенін Шеңісбекте аңғарды. Жатын бөлмеге кірген соң: не ренж? Білмеймін. Келсем, тақсылдатып сөйлеп жүр екен. Ертерек жұмыстан келуге келмеймін. Сағат 5-тен ерте шыға алмаймын. Жұмыс дей бермей қараусаңшы. Неме керек оларға? Саған ше? Маған да жалғыз алданыстары сәуре еді. Сенсіз кетіп шешесі оны да жібермейтін болған. Бола жатыр. Нұрсезім екі-үшті қылып жауап бергенмен, өзі де балалы болғысы келіп, әйел зат емес, жас сәбидің исін аңсап жүр. Көп ұзамай жүрсе де болды. Шеңісбек естіген сәтте қуанып: жаны, ұлымыз болады деді. Қызда болуы мүмкін? Демеші. Оның не, қыздың несі жаман? Жоқ, сәуре бар болған соң айтқаным ғой. Мен қыз болғанын қалар едім. Кім болса да аман сау болсын. Арада тағы 9 ай зырғып өте шықты. Тәукеде 3-шіге көшті. Қыз бала дүниеге келді. Әжесі есімін Сәуреге ұқсат, Зере деп қойды. Өзі енді баламен отырған соң Нұрсезім Тәукені мектепке таси алмай қиналды. Нұрсезім, Тәукені неге нағашыларына бермейсің? Күйеуінің мына сөзі Нұрсезімнің жанын осы. Ұлы туылғанында тұтас әулет боп қуанып,
Төбелеріне көтерген ұлының жаңа үйде ешкімге керексіз болғандай өзін жаман сезінді. Баласын аяпта кетті, көзінен жасы ығып кетті. Әкесі тірі болғанда, ұлымды ешкім бұлай сезбес еді. Жаным, кешір. Мен жай атасы көлікпен мектепке тасиды ғой дегенім. Ешқашан Тәукенің жайына алаң болған емес. Өзіңде таңертең жұмысқа шығасың, күні кешеге дейін сермейіп көлік айдап, ұлымды тасыды. Сол кезде өзім үшін шығып бара, Тәукені ала кетейін де. Бір рет айтпаған сенен несіне жақсы сөз күтіп отыр. Қойшы, не болса соған ренжімеймін. Бұл не болса сол емес, ол менің балам. Бауыр етіп, маған ауыр тимейді ғой дейсің бе? Әтсе, не әтсе? Өкінесің бе? Қойшы, болды. Нұрсезім күйеуіне ұзақ қарады. Күн санап аралары суып бара жатқандай. Әйтеуір Зерені бағып, үй шаруасымен алаңдайды. Көңілсіз. Өткендегі сөзінен кейін Жеңісбек Тәукені сабаққа апарып жүр. Оны да енесі артық көрді ме терезеден тысқа қарап тұр. Балаң келе жатыр, ханның баласы ғой. Ашып қой етті. Біреу апарады әкеледі. Раха, болдыңдар шеттеріңе. Таситын бір малай бар деді. Бұл сөздерден соң Нұрсезім әкесіне қоңырау шалды. Әке, Тәукені өзіңіз мектепке тасып апарып келе аласыз ба деді. Әрине, қуана-қуана тасимыз. Әжесінің екі қолы алдына сыймай отыр ғой, деді қыз. Жақсы болды. Күйеу бала күнде шықпай ма? Шығады, бірақ уақытында қайта үйге келу керек дегенде. Жақсы болды. Тәуке атасының үйінде уақытша тұруға қуана келісті. Заттарын Нұрсезім ұлына байқатпағанын жылап жүріп жинады. Күйеуге шыққанына да өкініші жоқ емес. Тып-тыныш жалғыз ұлымның шайын жасап жүре бермедім бе? Дейді. Бірақ Зересінің бетіне қараса бәрін ұмытады. Қоңыр тірлікпен арада жыл өтіп Тәукеде төртке көшті. Зере жасқа келді. Сенбі жексенбі күндері Тәуке анасына келіп жүрді. Бір келгенінде, анашым, неге бөліп тұрмаймыз? Сендерді сағынып. Зере екеуіңіз де бір үйге келіп тұрсаңдар, жақсы болар еді. Бала, өскенсіз түсінесің. Әкең тірі болғанда бір отбасы болып тұрар еді. Амал жоқ. Ол бізді тастап дүниеден өтіп кетті. Әкең сенің өте жақсы адам еді. Адамдарға жалғыз жүрген қиын, сосын мен Жеңісбек ағаңа қайтадан тұрмысқа шықтым. Енді менің отбасым осы жерде. Тәуке бала болса да сабырлы, ойлы, ақылды еді. Бәрін анасының қас-қабағының аңғарып тұратын баяғыдан әдеті. Атасы мен әжесіне еркелегенмен, бала болып еркін кетпейтін еді. Анашым, менің түрім кімге ұқсаған? Атам әкеңе аумайтын дейді? Иә, атаң дұрыс айтады. Марқұм әкең де сен секілді ұзын, қара торының әдемісі болатын. Сізді жақсы көрдім. Әрине, жақсы көрдім. Еш уақытта ауыр сөз айтып, мені ренжіткен емес. Ол өте адамгершілігі мол, ашық адал жан еді. Мен де әкеме ұқсағым келеді. Мен әкемнің туған жерін көргім келеді. Бір реті келсе алып барам, олардың үйі айтып отырған әңгімелеріне Жеңісбек араласты. Не айтып жатырсың? Жай, менің әкем жайлы. Жеңісбекке бұл ұнамады білем, Тәуке шығысымен. Не, бұрынғы күйеуімді сағындым. Тәуке әкесі туралы білгісі келеді. Онда не? Өліп қалған адамды несіне сұрайды? Сезімнің жүрек шымылды. Күн өткен сайын таң қалдырып барасың. Ең болмаса қайтқан адам жайлы олай қатты сөйтіп айтпасаң ет. Жай болар, ойнабай. Анам шай ішем деп жатыр, ас үйге бар. Бөлмеден шықпай қалдың ғой? Сезім шай қамына кіріп. Ой құшып жүр, Жеңісбекке деген сезімі күннен күнге өшіп, түнімен жойылып бара жатқан. Таң атса күн батады, әйтеуір күйбең тірліктің қамымен жүріп жатыр. Середе үйтіп-бүйтіп ете кетеді. Жаңа оқу жылына қарсы Нұрсезім жұмысқа шықты еді. Жеңісбек, Сере екіден ақ. Қыркүйекте жұмысқа қосылсам деймін. Үйдегілер үйреніп қалып еді. Кімге? Сенің үйде болғаныңа. Анам тағы да ренжитін болды. Сендер мені үй қызметісімен шатастырып алған жоқсыңдар. Жетер енді. Керек жарағыма да ақшам жоқ. Бір жыл қызымның жәрдемақысын жараттым. Соңғы жыл анамның ақша сұрап келді. Болар. Айлығыңда алысымен көлігіңнің майын құйып, телефонның ақшасын салып, қалғанын түгел үйге әкеп беріп жүр. Мені ойлап, осы қысқаға да ақша қажет болар ау
Әйел адам деп, мені ойлаған біреу бар ма? Мен неге сендерді ойлауым керек? Нұрсезім. Үйде отырған адамға ақша не керек? Тәукені қоспағанда өзімнің ұсақ сүйектеріме, қызыма киім-кешек дегендер аспаннан салбырап түсе ме? Есіңе салсам сенің де қыз. Ұсақшыл. Осы күні байқап жүрмін, үйленерде басқа адам сияқты еді. Үйленген соң басқа болып кетті. Нұрсезім қарқылдап қойды. Солай ма? Осы сөзді мен саған айтқым келіп еді. Алдымда орап кеткеніңді қарашы. Олардың дауы бітпеді, жұмысқа шығу мен шықпау жайлы әңгімеде үйде шыр болды. Құлағына жеткен соң енесі де қарап қалмады. Баласын қосса, Жеңісбек дұрыс айтады. Менің балам қарар, шамам жоқ. Сенің айлығыңнан бізге де пайда жоқ. Қартайған шағымызда уақытылы асымыз дайын бол. Келін жұмсағымыз келеді. Онда күйеуімнің айлығынан маған да беріп тұр. Бізде адам. Біздің де шығатын, қыдыратын жеріміз бар. Киінгіміз келеді. Алдыңда тамағыңдар, одан басқа не керек? Адам тек қана ауа жұтып тамақ іспейді ғой. Онда шықсаңшы, бірақ қызыңды өзің бірдеңе қыл. Шешеңе қарап бересің бе? Не істесең оны істе. Айтқан ақылға құлақ түрмесең білгеніңді қыл. Босқа да сөзіңіз тыңдаусың. Қадіріміз жоқ екен. Біз кетеміз. Шылдың қолына барамыз. Баяғы келіншегі жұмыс деп ақшаға құныл қыры келіп тынып еді. Мына түріңізбен әлі талай келін алар. Жеңісбектің бірінші некесінің неге сәтсіз болғанын түсініп келем. Балаңыздың тағдыры ойыншық болса, осы қарқыныңыздан танбаңыз. Жылы орныңызды суытпай қойыңыз, неге деді. Нұрсезім өзінің қатты айтқанын біліпті, бірақ шыдамының шегі жеткен еді. Жеңісбек кетпе дей алмады, үнсіз анасына қарап, шылтақтады да қалды. Зерені киіндіріп алып, Нұрсезім. Әйел далада бір шықты. Әкесінің үйіне келді. Болған жайда басынан аяғына дейін байынып берді. Анасы қызы, отбасы болған соң болады. Ондай ұсақ нәрсеге бола неге кетті? Жасама десе жасамай-ақ қойшымыз. Ел ертең екі байдан келді демейді. Шете, қызың миын жеме. Әкесі анасына шегіп барды. Ят, бөлеме. Олардікі дұрыс болмады. Көп тиын ақша бермесе жұмысқа шығуына қасы болып отыр. Демек басынғандар. Менің қызым ешкімге қызметші емес, қызметші де еңбегіне ақы алады. Күйеуің таза, ез екен. Анасының етегінен шыға алмай тұр ғой. Болар, енді олардың аттарын атаушы болмаңдар. Нұрсезімнің жылдар бойы жиналған өкпесі түйменді. Тіпті кейінде қосылмайтынын анық біліпті. Барып заңмен арыз беріп ажырасып болды. Бірақ Жеңісбек қосылуға ниет білді. Сүйе келгізді. Оның сөзіне де сенбеген Нұрсезім. Оны қайттан маңына да жолатпады. Шеке өмірін жылы жауып, ендігі жерде ұл қыздарының жайына ғана алаңдады. Біреудің баласына біреу әке бола алмайды деген ұстанымды есіне мұқтапсыз сақтады. Құрбылармен араларын түзеп, жұмысша араласа берді. Уақыт сырнап өте шығыпты. Көзді ашып жұмғанша Тәуке 9-шы класқа көшіп, Сере мектеп табалдырығын аттады. Әкесі іздеп келмеді, қызын көруге де құлықсыздық танытты. Есесіне 3-ші мәрте үйленіп, алды да болды. Әйтеуір өздерімен шаруасы жоқтығына Нұрсезім қуанысты. Жылдар өтіп жасы да 40-қа таяды, жақында 38 жасын тойлады. Құрбыларының тілектерінен соң расымен де жеке өмірі жайлы ойлана бастағанды. Жалғыздықтан да жалықты. Балаларым өсіп қалды, жаныма серік керек деп, те ара-тұра ойланып қояды. Анасына айтып көріп еді, қызым ау, бұрыннан айтып жүрмін ғой. Балалар қазір-ақ өседі, жаныңа серік керек. Елдің екі байдан екі баласы бар деген сөзінен қасып жүрдім ғой. Ой, қызым ау, кімнің кімге шаруасы? Айтса айтып, ауыздары ауырғанда қояды. Не қыласың? Дұрыс адамың бар ма? Адам болғанда не ғой? Өткенде желідегі бір жігітпен танысқан. Қанша жылдан бері бір танысқаным шығар. Бірақ бұрын жастау күнінде үйленген екен. Көп тұрмай ажыратқанға ұқсайды. Енді тұрмысқа шық деп қолқалап, есімі Бақтығали. Неге ажырасты? Білмеймін. Студент кезінде үйленіпті. Тым жас болдым, ештеңенің байыбына бармадым дейді.
Әрі қарай қазбалап сұрамады. Бала бар. Шы, көп тұрмай ажырасқан. Әкесі мен анасы бар, шынысымен тұрады. Өзінің пәтері бар, жұмысы бар. Қарапайым, бұлай жаман жігіт емес секілді. Кейін өзгерді. Өзіме әзірге ұнайды. Онда не мәселе? Жай аузым күйгені бар емес пе? Үйленгеннен кейін өзгеріп шыға келемеді. Асықпай араласады, жазға таман көреді. Әкемнен де қысылып, ұят, несі ұят? Ол өзі айтып жүрген. Рас па? Рас, әкеңді білмейсің. Анасымен арада болған әңгімеден соң Нұрсезім Бақтығалимен араласып көрмекке жетті. Мен ұзақ күте алмаймын, ақыл тоқтатқан жандарын. Үйленсек деймін. Әуелі балаларыммен таныстым. Олардың сынағынан өтсем деді. Қойшы, балалар ғой, сені сынап не қылсын? Қалжың ғой, маған үйренсе берсін дегенім еді. Түбі бірге тұрамыз дегендей. Оған неге? Мен қорқам. Неде? Тәукенің әкесі мезгілсіз қайтты, оны біледі. Серенің әкесімен келісе алмады. Анасы жақтырмады. Ал өзі Тәукені қабылдай алмады. Баламды түртпектеп өзімді адам қорлы көрмеген соң бір жол әкелді. Өзімді судан таза сүттен ақпын дей алмаймын. Менің де кемшіліктерім бар шығар. Бірақ мен бірінші орынға балаларымды қойған адаммын. Менімен де сондай сәтсіз неке болып ажырасып елге тағы да сөз болам деп қорқасың ба? Солай ма? Дәл солай. Маған өмірімдегі әр өзгерістерден соң өз-өзіме келу оңай болған жоқ. Қайталанам ма деп қорқам. Тәуке мен Сере жаутаңдап қалмаса деп тілеймін. Өзімнің жеке өмірімде жылы жауып, бір жаққа сырып қоюымның да себебі сол еді. Сені кездестірген соң жасырмай, ойым өзгерді. Өзің айтқанда ересек адамдарымыз ғой, ашық айтып жатыр. Жаным, егер қорықсаң алдымен балаларыңды таныс. Мен бәлкім тап туған әкелеріндей болмағанмен, ағаларындай болар. Мен жалпы балажан адаммын. Сені сүйем, және сенің жақын адамдарың маған да бөтен емес. Нұрсезім әкесімен ақылдаса келе балаларды Бақтығалимен таныстырды. Тәукенің әбет дегеннен әңгімесі жарық еді. Төртеу анамынан айтып атылды. Алғашқы таныстық үшін бұлай жаман емес секілді. Балаларды үйге кіргізіп жіберіп жанына келген Нұрсезімге не деп жатыр? Оларға ұнадым ба? Қалай ойлайсың, Нұрсезім күн? Қойшы, бірден есік аузында Бақтығали қалай? Сендерге ұнады ма деп сұрамаған шығар. Олың ақылды болып өсіп келеді, қызың сұлу екен. Еті тірі бір жерден шығады. Өзіңе ұқсапты. Екеуміз қосылсақ Сереге ұқсайтын қызың болса деймін. Яғни саған ұқсап. Оны көре жатармыз. Неге? Неге соза бересің? Сөз бұл. Бізде бәрі жақсы болады. Олар ақыры 3 айдан соң екі жақ құдалас үйленді. Жаңадан тіктелген шаңырақтың іші қуанышқа толды. Тәуке бірге тұрады деген аты болмаса, көбіне атасының үйінде. Анашым, сен түсінбей қалмаңыз. Бірақ мен көбіне атамдыкінде болсам деймін. Неге? Мұнда ұнамай ма не? Жоға, неге ұнамас? Енді. Бақтығали аға өте жақсы адам, сіздермен ұнайды. Тек анда атамдар екеуден екеу қалды. Қоқыстарым төгу, дүкеннен нан әкелсем де. Ой азамат, қайырымды бол. Өткенсің. Енді оларда бізге үйреніп қалған. Біз сырылып кетіп қалды. Кеше сабақтан соң соғып едім, екеуі отыр. Тыныш. Әрі сабағыма да жақын, достарым да сол жақын. Шәжә, түсінікті. Сен үлкен жігіт. Өзіңе не керек екенін білесің, қалауың біз. Тұрғын келсе тұра ғой, Тәукенің атасының үйінде тұратынын естіген Бақтығали. Жаным, бізде жайсыз болып жүрген жоқ. Жоқ, өз аталарына кішкентай күнінен үйренді. Оның үстіне сабағына да жақын. Өз қалауы біз, үлкен жігіт. Иә, есейіп келеді. Олардың қарапайым тірліктері жалғаса берді. Біреуден ілгері, біреуден кейін болып, той сана өтіп жатыр. Нұрсезімнің де қорқынышы басылып, көңілі орнына түсті. Ендігі арманы сәбилі болу, Бақтығалидің да тілеуі сол. Бірақ көп ұзамай ол тілектері де орындалды. Дәрігерден Нұрсезім қуанышты шықты, кеудесін түсініксіз бір сезім билеп барады. Мен тағы да ата-анам дейді қайта-қайта. Ол әуелі жұмысына келді, үйге асығып барады. Бақтығали өз аузымен айтпашы. Күн санап күтіп жүрген оның қалай қуанатынын да болжап жүр. Үйге торт пен жеміс ала баратынын да, үйге бара сала етте азы,
Мерекелік дастархан жаятынды жоспарлап үлгерді. Жұмыстағы 2 сағат өтіп болмады. Әйтеуір шықтағы шулай дүкенге соғып, енді үйіне қарай бұрылғаны сол еді. Алдынан әдемі келіншек шыға келді. Бақтығалидың келіншегісің бе? Деді. Иә, танысың. Шу, таныс емессіз, бірақ мен сені танимын. Енді не сұрағыңыз бар? Ештеңе, шай, мен де оның келіншегі болған. Бұрын кімде кім болмады? Түсінбедім. Түсінбесең сол өткен өтті, кеткен кетті. Кімнің басында не болмайды? Өткен нәрсе несіне қобызды. Шай, баласына көмек бермейді. Не? Қандай бала? Ол бала. Нұрсезімнің көз алдына бәрі зыр етіп өте шықты. Басы меңзең болып, маған өтірік айтқаныма деп, жаман ой шырпылды. Әрі қарай тыңдамастан тез басып алға қарай жүріп кетті. Үйге келген бойы Бақтығалида жұмыса келді. Әдетінше, шаным, сенің апельсиніңді әкел. Осы сен неге апельсин жақсы көресің? Сол ма? Түсіне ғой деді. Үндемеді. Неге үндемейсің? Жай, Нұрсезім, саған не болған? Ештеңе. Кеш. Бақтығали оның қолынан ұстап, өзіне қарайды. Не болды? Айт. Басынан бастап айта. Ол томаға түйік болып, ішіндегіні тап деп жүрген дұрыс емес. Біз үлкен адамдар емеспіз. Қане, Нұрсезім, одан әрі қайдан соза бер. Бақтығали, неге жақсып қалдың? Маған сенбедің бе? Әлде өмір бойы білмей қалады дедің бе? Айтсаң түсінетін едім ғой. Менің де балаларым бар. Мені сонша кім көрді? Тоқта, нені айтып жатыр? Балаңды айтам. Сен бұйырмасын, қандай бала? Ертеңнен тамбашы сенің бірінші некеңдегі бала. Ұлың бар екен. Ұлы? Қайда? Кім айтты оны сап? Бұрынға ерім. Бақтығали қақылдай күлді. Жаныма кішкентай бала құсап, не болса соған сене бересің. Жоқ, ешқандай бала. Өмірімде балам болып көрген жоқ. Бірақ сенен болса деп. Онда неге айтты? Ол өзі сондай еді. Мен оған 2-ші курста жүргенде аяғым ауыр деген соң үйленгенмін. Бірақ бала жоқ екен. Сол. Оны білген соң ажырасып кетті. Үйге келіп айқай шығарған соң әкем қатты сыйды. Үйленгенімді талап етті. Бірақ кейін шындықты білген соң ажырасып кеттім. Адамның сыртынан ғайбат айтқым келмеп еді. Бірақ болса да айтылған екен. Ажырасу себебі де айтайын. Қуыршақтай болып жүргеніммен көп өтірік айтатын. Тұра алмайтынымды білді. Сол. Нұрсезім өзінің қылығынан ұялып қалды. Бір кезде есіне сап ете қалды. Тоңазып қысқан тортты алып шықты. Мәссаған, менің құрметім. Менің тұңғыш баламның бар екенін біліп шумақшы болдың ба? Бақтығали қалжыңдай күлді. Торттың бетіне қарасаңшы, анықтап деді. Бұл не? Неге жартысы қызыл, жартысы көк? Ай, романтикадан алыста қалған күйеуім ай. Менен өткен қалжыңдас болып барасың. Сынықтан басқаның бәрі шықпай ма? Ең болмаса мыналарға қарасаңшы деді. Ол қолымен торттың бетін көрді. Бала? Иә, мен істім. Не? Рас па? Ол Нұрсезімді құшақтай алды. Тіпті көзіне жас келіп қалды. Манадан осыны айтпайсың ба? Жаныма, қандай бақыт. Мен бақыттымын деді. Ол не анар? Шулап жатсыңдар ғой деді. Ке, Серетай. Сенің не, іні? Не сіңің болады? Рас па? Рас. Бақтығали Зерені де құшақтап маңдайынан сүйді. Біз енді үлкен отбасыға айналамыз. Мәңгі бірге боламыз деді. Күйеуінің жанына келген Нұрсезім. Сені кезіктірген тағдырыма ризам. 2 мәрте өмірдің сынағын көріп, тауым шағылып, бақыттың жолын жауып қойғанымда, жолыма үміт сыйлап, өміріме өкіргізсін деп, маған тағдыр сені кезікті. Көзқарасымды өзгертіп, өмірде барлық адам қай уақытта да бақыттан үміт үзбеу керектігін үйретті. Нағыз махаббаттың қандай болатынын үйретті. Адамгершілік пен кеңдіктің қандай болатынын көрсетті. Мен сенің жаныңда нағыз нәзік жанды әйел заты екенімді сезіне алдым. Рахмет саған деді. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнады ма? Өзгелерге де әңгіме көрініп, таралу үшін лайықты аямай басып, тіпті сырлар жаза кетті. Алғысым шексіз.